Бірінші дүниежүзілік соғыс және Қазақстан. 1914 жылы 28 шілдеде басталған Бірінші дүниежүзілік соғысы 19 ғасыр соңы мен 20 ғасыр басындағы әлемдік саясаттың нақтылы нәтижесі болып табылады. 38 мемлекетті қатыстырып, 10 миллион сарбаз өмірін қиып, 12 миллиондай бейбіт халықты жойған аса ауқымды алапат қырғын халықтар трагедиясының драмасына айналды. Осы жылы ғасыр толған жиһан соғысы жайында қазіргі тарихнамада адам өмірі мәселесі туралы әлеуметтік сұрақтар басым назарға алынып, сондай-ақ соғыстың медицинаның дамуына, әскери техниканың сыналуына, милитаризмнің қарқындауына және ең соңында жаһандану үрдістеріне ықпалы деген мәселелерді қарастыра бастады. Бұған соғыс зардабына ұшыраған аз халықтардың қасіреті туралы сұрақтарды қосар едік. Өйткені бұл соғыстың екпіні мен дүмпуін қазақ-қырғыз сияқты Ресей империясының барынша отарлық қанауға ұшыраған халықтары көрді, күйзелді. Дүниежүзілік соғыстың қазақ халқына және тұтастай алғанда Қазақстанға тигізген зардабы жайында кең мәліметтерді сол кезеңде ғұмыр кешкен алаш зиялылары мұраларынан кездестіруге болады. Жаһан соғысының зардабы қазақ жерінде атақты 1916 жылы көтеріліске әкелген терең талдап, алғашқы зерттеулерін жүргізгенде осы алаш қайраткерлері болатын. Қазақ өлкесінің соғысқа қатысты алғашқы қобалжуы әскер қатарына шақыру мүмкіндігі жайындағы алып қашпа күмәнді хабарлардан басталғаны мәлім. Өйткені халық Ресей империясына бодан болғаннан бері мұндай міндеткерлік жүктелмеген. Сол себепті әскери қызмет қазақтар үшін күтпеген жағдай болды. Кезінде алаш зиялылары бұл мәселемен айналысқан. Қазақ газеті бетінде сан алуан мақалалар осы мәселелерге арналып басылды. Мысалы, газеттің 1915 жылдың желтоқсанынан бастап 166, 178, 179, 184 номерлері Қазақтан әскер алынуы жайында материалдар басты. Мақалалар мазмұны соғысты халықтың түсіністікпен қабылдағанын байқатады. Олар мұны әр халықтың басында болып тұратын қалыпты құбылыс ретінде қабылдағанын алаш қайраткері Тынышбаев көрсетеді. Ол негізінен қазақтарды әскери қызметтің қай түріне, атты не жаяу әскер алатындығы ғана ойландырғанын жаза келе былай дейді. Қазақтардың көпшілігі, оның ішінде менде, қазақ, орыспен теңесіп, жерімізді сақтау мақсатында атты әскер қатарында қызмет етудің тиімділігін жақтадық. Қазақтардың тек аз ғана бөлігі жаяу әскер құрамында болуды қалады. Алайда қазақ халқында туу туралы куәліктің болмайтыны, мұның өзі жағдайды ауырлататыны ескерілді. Сондықтан жақын арада қазақтарды әскери қызметке тарту мүмкін еместігін түсіндіре келіп, автор бұл мәселе іске асқан жағдайда аса қиындық болатынын, оны зиялылардың күні бұрын болжап білгендерін айтты. Осындай шешілуі қиын мәселені орталық үкіметке хабарлау үшін Әлихан Бөкейханов бастаған өкілдер Петербургта болып қайтады. Сапардың барысы туралы жазып тұрған Қазақ газеті Қазақтан әскер алу кейінге қалдырғаны туралы хабарлады. Соған қарамастан қазақтарға әскери қызметтің қайсысы қолайлы деген пікір маусым айына дейін толастамаған. Бірақ қазақтар майданға алынатын болды. Ол туралы 1916 жылғы 25 маусымда патша жарлығы шықты. Онда қазақтардың
Орта Азия халқымен бірге майданның қара жұмысына 19-43 жас аралығындағылары жедел шақырылатыны көрсетіледі. Үкімет жарлығы өте асығыс жарияланды. Алдын ала еш дайындығы болмаған халық түкке де түсінбеді. Қазақ зиялысы мемлекеттік дәрежедегі мұндай маңызды шара ешбір әзірліксіз жүргенін көрсеткен болатын. Жарлыққа байланысты ел арасында түрлі алып қашпа әңгімелер шықты. Халық толқыды. Патша жарлығын орындауға жедел кіріскен үкіметтің кей жерлерде күш жұмсап жіберулері де оған себеп болып жатты. Пайда ойлаған, қолында билігі барлардың да жағымсыз іс-әрекеттері наразылықты күшейте түсті. Зиялылар елді сабырға шақыруға тырысты. Олар үкімет жарлығына қарсы шығудың орны толмас өкінішке әкелетінін халыққа түсіндірді. 11 шілде күні Қазақ газеті бетінде Алаш азаматтарына атты үндеу жарияланады. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатов қол қойған үндеуде көнбейміз деушінің сүйенгені жан тәттілік болса, салыстырып қаралық. Көнгенде шаруаға кемшілікте келер. Барғанда жігіт қазаға да, бейнетке де ұшырар, бірақ елдің іргесі бұзылмас. Қазаға ұшырар деп ауру сырқаудан болған қазаны айтамын. Әйтпесе, солдат қылып алмайды, соғыстан өлмейді. Көнбегенде көретін ауырлық, бағынбай үкіметтің жарлығынан бас тартсақ, жау жағадан алғанда бас қорғап, үйде қаламыз деп мемлекетке қамшымыздың ұшын бермесек, үкімет бізге құр өкпелеп қоймас, күш жұмсар, ол күшті законға сүйеніп істер деп жазылды. Бұл сол кезеңдегі ауыр жағдайға байланысты қабылданған шешім еді. Тынышбаев Қазақ газетінің осы үндеу жариялаған саны аса маңызды хабар жеткізуші нөмір ретінде тез тарап кеткенін көрсетеді. Оқыған азаматтар газеттің осы нөмірінің бірнешеуін жаздырып алып, халық арасына үлестірген. Стихиялы түрде басталған халық толқуы біртіндеп ашық көтеріліске ұласады. Ол бірден ұлтаралық қақтығысқа айналды. Тамыз айында Жетісу өңірінің көп бөлігі көтеріліс құшағына тартылды. Тынышбаев генерал Куропаткин қабылдауында болғаннан кейін пішпек қырғыздарын сабыр сақтауға шақырды. Сөйтіп, ол соңғы сәтке дейін халыққа болашақты ойлаудың қажеттігін түсіндіріп бақты. Алайда, көп кешікпей оның өзі тұтқынға, үй тұтқыны алынады. Оны үкімет көтеріліске қатысты деп айыптап жауап алады. Үкімет көтерілісті басуға жедел кірісті. Жетісу өңірінде жазалау отрядтары шығарылады. Көтеріліс қазан айында аяусыз басылды. Жазалаушы патша жендеттері жолында кездескен қазақ-қырғызды қырып жойып, 1916 жылдың қанды оқиғасын жергілікті халық жуық арада ұмытпайтындай етті. Көтерілістің орны толмас шығыны болды және 200 мыңнан астам облыста қазақ халқының 20%. Халық қазан айында Қаралы тау арқылы жат елге, Батыс Қытайға босып кетті. Онда оларды аштық пен құлдық күтіп алды. Үкімет жұмысшы алуға одан әрі жедел кірісе бастады. Ал көтерілістің аса ірі ошағы болған Торғай даласы 1917 жылы Ресейдегі ақпан төңкерісіне дейін қарсыласып бақты. Алайда кейінгі Амангелді Имановтың өлімі кеңестік тарихнамадағы жасанды мифтік тарихты туғызды. Бүгінгі таңда мемлекеттер арасындағы өзара кикілжіңдер, әлемдік қарулық қақтығыстардың жиі орын ала бастауы адамзатты сақтап қалу туралы гуманистік ұстанымдарды туғызады. Қандай да соғыс болмасын, ол тек
қасірет пен қайғыға душар етеді. Сондықтан сарабдал дипломатиялық келіссөздердің күш алуын сол адамзаттың өзі бақылағаны жөн. Автор Әлімғазинов.